Тігін тікпесем, үйдегі заттарды жаңартып, оларға жаңа дем берем. Соның бірі мына ас үйдегі жиһаз. Жаңартуды тұтқаларын алып, бетіндегі жапсырма қағаздарын алудан бастадым. Әрине, бұл шаруаны ер азаматтарымның көмегінсіз жасай алмас едім. Одан ары тартпалары мен есіктерін тазалап қырып, жуып, жоғарғы есіктерін өзіме ұнаған ақ түске 5 реттен бояп шықтық. Кейін астыңғы бөліктерін жасыл түске боядық. Ары қарай ескі механизмдерін жаңаға ауыстырып, өз орындарына орнаттық. Бұл ойымды жүзеге асыруға көмектескен еріме рахметімді айтамын. Ал тұтқаларын қара түске бояп, есікке қайта орнаттым. Осылай біздің ескі жиһазымыз ешкімде жоқ ерекше дүниеге айнала кетті. Видео ұнаса, өзіңізге сақтап, лайк басып, комментарий қалдырып, өзгелермен бөлісе кетіңіз.